Жаңа жұмыс орындарын ашу, кедейлікпен күрес, азық-түлік тапшылығын шешу. Осы және өзге де тақырыптар Астана экономикалық форумда бәйтерек басқарушы холдинг ұйымдастырған панельдік отырысқа арқау болды. Мамандар қазір атқарылып жатқан жұмыстарды саралап, даму жоспарының бағыттарын өзгерту жайлы пікір алысты. Осыдан 3 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымында әлемдік деңгейде тұрақты дамудың 2030 жылға дейінгі мақсаттары айқындалған. Бұл алаңда айтылған ойдың бәрі соның аясында. Олар дұрыс орындалуы әр ел, түптеп келгенде халықаралық қауымдастық үшін аса маңызды. Қазақстандағы компаниялар бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында экология, денсаулық мәселесіне көңіл бөлуде. Астананы газдандыру жобасы қолға алынып жатқанында естіген боларсыздар. Қазір әлемдегі тұрақтылық тепе-теңдік құбылыңқы жағдайда. Бүгінде жер шары бойынша 800 миллион адам тойып, тамақ іше алмайды. Тәулігіне тіпті $2 табыс таба алмай отырған тұрғындар бар. Ал кей салаларда керісінше жұмыс жасайтын адам күші тапшы. Бұл сессия бүгінгі форумда көптің қызығушылығын тудырған талқылаудың бірі болды. Тұрақты даму тек ішкі жалпы өнімнің артуы емес, оның ішінде сапалы білім беру, өзара тығыз әріптестік орнатуда кіреді. Осы тақырыпқа байланысты бәйтерек холдингі былтыр өзінің жаңа стратегиясын қабылдады. Әрине, онда тұрақты дамуға басымдық бердік. Бұл жерде шағын және орта бизнеске көп нәрсе байланысты. Себебі ол нарықтың негізгі қозғаушы күші. Кей мемлекеттерде олардың үлесі 90%-ға жетеді. Сонымен қатар түрлі қақтығыстарға да мүмкіндігінше жол бермеу керек. Міне, осы сын қатерлер ескеріліп, дұрыс жұмыс жасалса, 2020 жылға дейін әлем бойынша 380 миллион жаңа жұмыс орнын ашып, кем дегенде $12 триллион табыс табуға мүмкіндік бар. Ердәулет Байдуллаев, қорытынды жаңалықтар.